Бүгін Әбу Насыр Әл-Фарабидің 1150 жылдығына арналған бақытқа жету еңбегі туралы ең үздік әлеуметтік пост жариялау республикалық байқауының жеңімпаздары марапатталды. Байқауды облыстық мәдениет архивтер және құжаттама басқармасымен сақтаған Бәйішев атындағы облыстық әмбебап ғылыми кітапханасы ұйымдастырды. Ағымдағы жылы қаңтардың 21-інде бастау алған шара шілденің 1-ші күні аяқталған болатын. Байқау қорытындысы бойынша жүлделі 1-ші орынды иеленген Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университетінің оқытушысы Анар Абдуллина Әбу Насыр Әл-Фарабидің бақытқа жету туралы кітап және бақыт жолдарын көрсету деп аталатын 2 трактаты бойынша эссе жазып, әлеуметтік желіге жүктеген. Байқаудың ашық әрі әділ түрде өткеніне көз жеткізген ол ұйымдастырушыларға алғысын білдірді. Барлық ұйымдастырушыларға алғысымды білдіремін. Әділқазы алқасына қаншама жүзге тарта жұмыс келіп, барлығы ашық түрде өтті. Барлығы Инстаграм желісінде жүктеліп, барлығы оқырмандардың талқысына салынды. Қаншама жақсы пікірлер білдірілді және жалпы оқырмандар арасына пост арқылы осы Әл-Фарабидің еңбегін насихаттау ол үлкен жұмыс деп ойлаймын. Республикалық байқауға еліміздің түкпір-түкпірінен барлығы 100-ге жуық оқырман қатысқан. Олардың жас ерекшеліктері де, лауазымы да әртүрлі. Мағыналы посттар Инстаграм парақшасында жарияланып, көпшіліктің талқысына түскен. Қорытындысын арнайы белгіленген қазылар алқасы анықтады. Бұл байқауға барлығы 99 өтінім келіп түсті. Оның ішінде 82 пост қазақ тілінде, 17 пост орыс тілінде жарияланды. Бұл республикалық байқау онлайн түрде өткізілді. Инстаграмға көптеген өте жақсы мағыналы посттар келіп түсті. Көптеген облыстардан қатысты. Және байқаудың қорытындысы бойынша 1-ші орын 1 адамға берілді, 2-ші орын 2 адамға, 3-ші орын 3 адамға және 5 адамға номинациялар тағайындалды. Сондай-ақ 75 қатысушыға алғыс хаттар беріліп, жүлделі орын алған жеңімпаздар ұйымдастырушылар тарапынан бағалы сыйлықтарға ие болды. Жанар Чапаева, Алексей Уразов, Тәулік.